Сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздермен бірге өте тез жасалынатын мужской каприз, яғни еркектің ырбыңы дейтін салатты бірге дайындайтын боламыз. Ал бисмилля бастайық. Ол үшін бізге суға піскен 300 грамм тауық еті қажет болады. Тауық етін осылай қолымыздың көмегімен тарелкаға қойып шығамыз. Үстіне жақсылап майонез себеміз. Майонез көптеу болғаны дұрыс, себебі құрғақ болып қалуы мүмкін, және аздаған тұз қоссаңыздар болады. Келесі ингредиентіміз бізде суға піскен бір дана картоп, оны үккіштен өткізіп алып, осылай бетіне қойып шығамыз. Енді тағы да майонез себеміз. Біздің үшінші ингредиентіміз жұмыртқа. Піскен 2 дана жұмыртқаны үккіштен өткізіп, осылай бетіне қойып шығамыз. Және соңғысы бізде сыр. 100 грамм сыр қостым, теркадан өткізіп, осылай салаттың бетіне қойып шығасыздар. Міне достар, біздің еркектің ырбыңы, яғни мужской каприз деген салатымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тез жасалынады. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.